Бәйтерек ауданы қарасты Рубежен ауылында қос қуаныш тұрғындардың атсалысуымен ауыл музейі ашылса, мектеп оқушылары және жастарға арналған коворкинг орталығы пайдалануға берілді. Шара соңы тәуелсіздік күні мерекесіне арналған сазды бағдарламаға ұласты. Келесі сюжетте. Музей ауыл тарихы. Өткенді білмей болашаққа қадам басуда қиын. Осыған орай ауыл тұрғындарының көптен асыға өткен шарасына халық көп жиналды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласын жүзеге асыру мақсатында ашылған музей ауыл тарихынан сыр шертеді. Ауыл тұрғындарын күшімен барынша ізденіп, осы 3 ай көлемінде осыны жасақтап, мұражайға қол жеткіздік. Бүгін ауданнан да қонақтар келіп жатыр, жан-жақтан дүбірлі мерекеге айналды. Ақсақалдарымыз, ауылымыздың әжелеріміз келіп, баталарын беріп, көптің көңілінен шыққан ұлы той болды. Енді бірер аптадан кейін тарих қойнауына енгелі тұрған 2019 жыл жастар жылы болып жариялануы барша жас буынға дем беріп, жаңа бастамаларға бағыт алғаны анық. Коворкинг орталығының ауылды жерлерде де ашылуы қуантарлық жағдай болды. Коворкингті осы ауылдың жастары өздерінің жүзеге асырғысы келетін жоспарларын қағаз бетіне түсіріп, бүкіл жағдай жасалған болатын. Интернеті, оргтехникасы және де проекционный экран, магнитный доска, тағы сол секілді көптеген жабдықтармен қамтамасыз етілді. Это Б класс, я очень рад там. Мен ауылымызда коворкинг орталығының ашылғанына өте қуаныштымын. Шағын ауылда осындай орынның пайдалануға берілуі ауыл жастарына зор қолдау деп білемін. Ой өрістерін кеңейтіп, жан-жақты болуына зор мүмкіндік туып отыр. Коворкинг орталығын шағын ауылда да пайдалануға берілуі жастардың шығармашылығын ұштап, тың ойларын іске асыруға ықпал ететін ашық алаң болды. Қос қуаныштан соң салтанатты шараға ұласып, ауылдың көркем өнерпаздары күшімен концерт берілді. Лұқпан Елеу, Рүстем Исжанов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық ақпараттық бағдарламасы үшін.